Шынында қазір медиация заңы қоғамда үлкен қолдау тауып отыр. Себебі азаматтардың көпшілігі кез келген істі дау-дамайды сотқа жеткізбей-ақ шешуге болатындығын түсініп келеді. Ол заңды да. Себебі шағын әкімшілік істің өзі егер сотқа шағым арқылы түсетін болса, ол онда 2 ай мерзімде қаралған болар еді. Ал бүгінде бұндай істер медиатор мамандардың көмегімен әлдеқайда аз уақытта шешілуде. Тараз қаласының өзін айтпағанда медиация заңы аудандарда да жиі қолданылып келеді. Мәселен, қазір Талас ауданы бойынша 56 медиатор маман жұмыс істейді. Шетелде көп істер шешім шығарылмай, іс бітімгершілікпен аяқталады екен. Яғни 80-нен 90%-ға шейін істер медиация тәртібімен аяқталып жатыр. Яғни екі тарап та бітімгершілікке келіп, өзіне қажетті шешім шығарылып алады. Былайша алып келгенде шешім шығару деген бір тараптың талабы қанағаттандырылып, екінші тарап ол шешімге наразы болып кетуі мүмкін. Ал медиация кезінде екі тарап өзіне қанағаттандыратындай шешім, даудың шешімін тауып атады. Бізде осы медиацияны ендіру үшін аудан әкімшілігімен үлкен жұмыстар атқарылды. Осы ауылдардың бәрін аралап, барлық жерде үгіт насихаттардың жұмысын жүргізіп, дөңгелек столдар өткізіп, ашық есіктер күнін өткізіп. Соның арқасында бүгінгі таңда осы Талас ауданында 56 кәсіпқой емес медиатор тіркеліп отыр. Жалпы заң саласының мамандары медиация заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізілгендігін қалайды. Себебі мемлекет алдағы уақытта адвокаттар үшін де медиация жолымен іс қарауға мүмкіндік жасап беру керек. Бұл қазіргі таңда әлемнің бірқатар мемлекеттерінде қолға алынып отырған шара. Бұндай жұмыстар елімізде тіркеліп жатқан әкімшілік құқық бұзушылық қылмыстардың алдын алуға көмектеседі. Адвокаттар егерде бір тарап ол кісіге жүгінген жағдайда сол кісіге заңдық көмек көрсетеді. Тек қана сол кісінің мүддесіне қарай жұмыс істеп, заңдылық жақтарымен шешіп береді. Ал медиатор деген ол екі тараппен де жұмыс істейді, екеуімен де сөйлеседі. Өйткені даудың көбі неде болмауы мүмкін, сол сотқа қойып отқан дауда емес, түбірінде ар жақта екеуінің арасында бұрыннан келе жатқан бір келіспеушіліктер болуы мүмкін. Сол келіспеушіліктерді медиатор бәрін анықтап, екі жақты бір мәмілеге келтіреді, екеуін келістіреді. Медиация заңының мүмкіндігі зор. Себебі сотқа жүгінген адам уақытын, ақшасын немесе жігерін жаниды. Ал аталмыш заң тәртібі бойынша сіз істі 2 ай тергеуде қарауға, оған қоса материалдардың сотқа өтуіне қанша уақыт ысырап етеген болар едіңіз. Мәселен, үстіміздегі жылдың 6 айында облыста медиация көмегімен 1000-нан астам іс қаралған. Әділет департаментінің басшылығы енді облыстық адвокаттар алқасының ұсынып отырған жұмыс жоспарын министрлікке ұсынбақ.